Болт мен ықтырман қатып тастадым ше. Екеуін бір-біріне қараттым. И сөйттім да, мына жаққа 20 екеуін меткасына қойып ше. Қойдым мынаны. Зажиганиясын. Короче, басында қалай тұрды бірінші? Бірінші, в общем, оты дегенде тұрды ғой. Ортада тұрды. Ана мен видеомды көрдің ба сен? Видеоны көрдім, аха. Енді сол бойынша тұрған жоқ па мынада? Жо, ол бойынша тұрған жоқ. Зажиганиясы дәл солайынан тұрған жоқ па, значит, иә? Аха. Енді сен былай қыл, ана астын 20-ға келтірдің ғой, оттан кейінгі 20-ға. Оттан кейінгі 20-ға, аха. Короче, бұл басында қалай болып тұреді өзі? Мотор головка прокладка ауыстырдыңдар ма? Сендер не қылдыңдар? Головка прокладка ауыстырдық. Одан кейін анау выхлопнойдың 8 цилиндрін ауыстырып тастадық. Цилиндр деппін ғой нені? Клапанды ауыстырдыңдар ма, иә? Аха, клапан ауыстырдық. Сосын оны... айта бер. Сосын оны неғып салдық қой жаңағы клапандарды, притирка жасап. Притирка жасадыңдар ма? Аха, притирка жасап, новый клапанға сөйтіп салдық оны да притиркамен. Содан кейін не болды енді оталандырғаннан кейін? Сөйтіп, оты деп зажиганияға қойдық, сөйтіп жаптық, от алдырсақ, оборот 3,5 мың, 4 мың оборотқа дейін барып отсечка беріп тұр ғой бүйтіп. Аңды баңырап. Тоқтамайды ғой, значит, иә? Тоқтамайды, аха. Бүгін енді азанда от алдырдым. От алдырып ем 4 мыңға дейін барды да шамал төмен түсті бүйтіп. 2,5 мың оборотқа дейін шамал төмен түсіп, соны ұстап тұрды біраз. Сөйттім де өшіре салдым. Сен одан кейін ана дроссельден нелерден тексеріп көрдің ба? Аха. Дроссельді маған бит тура мынау жабық тұр, соның өзі аңырап тұр ғой газшы. Мынау жабық тұрса да. Қолды бит бассақ, дато ішке сорып жатыр ғой қолды. Алдында ондай несі жоқ еді ғой, ауру жоқ еді ондай. Жо, ондай ауру жоқ тұғын ондай. 1000 оборот ұстап тұратын ғой спокойно. Полпинка от алып 1000 оборот ұстап тұратын. Сенің зажиганиядан болса... Есімің кім? Аха. Есім Жанабіл болады. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Тараз қаласынан. Сарсуский район. Байқадам ғой, Байқадам деген ауылдан. Мен видеоларымды ютубтан көріп бедің, мен нөмірімді ютубтан алдым ба? Көріп тұрам ба, аха. Ютубтан, инстаграмнан бәрінен тіркелгенбіз. Көріп, лайк басып тұрамыз әйтеуір. Соған қарап жөндеп қоямыз әйтеуір машинамызды. Рахмет. Көмек жақсы тиіп жатыр негізі бұл видеолардың. Ау? Сол видеоларыңыздың көмек жақсы тиіп жатыр деймін да. Әлеуметтік желіге салған видеолардың. Иә, дұрыс қой, сол халыққа көмек тисін. Жұрттар енді ауылдық шалғайлар, ауылдар болады, мысалға сол жерлерде мамандар жоқ, соларға кейбіреулер мысалға оны бара алмайды, жете алмайды. Дәл солай, аха. Бізге жақсы мысалға ауылды жерде. Иә, сондайларға көмек болсын деп әйтеуір қолымыздан келгенше видеоларды шығарып жүрміз ғой. Қазақша, кейбіреулер мысалға орысша түсінбейді. Иә. Видеоларды көреді да. Аха. Енді мен сізге зажиганияны көрсетейін ба? Иә, енді қойған зажиганияңды көрсетші маған, анау жақындатып. Қойғанда анау натижительді бүйтіп салып атқам қазше негізі. Сен былай қыл. Натижительді алайын, ә? Натижительді ал, иә. Бірінші коленвалдан бастап көрсетсеш. Коленвалдан бастап көрсетейін, аха, сізге. Иә. Жоқ, коленваланы төменнен бастап көрсетші, төменнен. Төменнен. Иә.
30-ға кетіп қаптың ооба. 30-ға кетіп қапты ғой мынау. Аха. Түсірейін ба? Иә, 20-ға апар, 20-ға артқа қарай тарт та. Оттан кейінгі 20-ға апар. Аха. Енді Оттан кейін міне от тұр ғой, міне иә, от тұр ғой, иә. Аха. Енді алды жоғары қарай, иә, былай, иә. Иә. Аха, осы 20-ға қой. Аха. Енді Қойдым, аха. енді сен анау Аха. мынау сенде ванус жоқ қой, иә, ванус? Ванус жоқ, аха. 2 объем ба сенікі? 2-де 2-ні 2 қылып тастаған ғой, мына ванусты алып тастаған и нені алып тастаған ғой, волюметрін. Енді сен мына не жағы бар емес па? Анау всасывающий клапан, всасывающий. Жоқ, цепті айтам, цепті. Аха. Цепті бір зуб былай қарай жіберіп көрші. Артқа қарай ма? Иә. Сен енді оны өйтіп жібере алмайсың енді ше, мынаны босатпасаң. Мынаны ана Т40 деген кілт бар ғой, звездочный кілт. 40-пен ба, наны ма? Жоқ, мына жақты. Мынау выхлопной клапанның звездочкасын шешпесең, оны жылжыта алмайсың ғой енді. Мынаны ма? Жоқ, астында звездочканы айтам, мына екінші звездочканы Мынаны айтасың ба? Иә. Мынаны шешейін ба? Иә, екеуінің біреуін шешу керек енді. Шешейін, аха. Соны босату керек. Осы зажиганиядан да расход бола ма? Бензинге. Иә. Отымен қояды да негізі ше, ол дұрыс емес. Аха, соны кеше көрдік қой, дұрыс емес екен. Машине қуды ғой үшін. Иә. Оты деген ол заводской шығар, мүмкін. Жоқ, заводской емес. Негізі кітапта 20-мен қойылады негізі. Кітап бойынша, аха. Заводской, иә. Оты дегенді кім шығарып жүр сонда оны? Оты басқа машиналарда отымен қойылады, басқа. Мысалы, X8-лерде. Аха. 104 моторларда мысалға. Аха. Отымен қоя береді оны? Иә. Сенікі 111 мотор ғой, 111. Аха. Мам алдым. Иә. Енді сен енді бұлай қыл, анау распред бар емес па, распред вал. Распред вал, қазақшасы реттегіш білік деп айтылады еді. Қазақша айтуымыз керек қой енді. Аха. Распред валды реттегіш білік дейді. Анау соған сен нені салдың ба бағана 10 болтты? Екеуінде салдым. Екі жағына салып қойдың ғой, иә? Келіп тұр, аха, міне болттарымен шықты. Енді сен ананы цепті жоғары қарай мына жағынан тартып. Тарттым, аха. Болды ма? Бар тартылғаны ма? Тартылды, аха. Тартып кигіздің ғой, иә? Аха. Енді жағын кигізейін ба? Иә, мына жағын кигіз.
Андай болмау керек па? Жоқ, анау өзінің успокоительін саласың ғой ортадағыны. Аха. Сол кезде кішкене көтеріледі ол. Келіп кетеді аха, иә? Иә. Аха. Цебіңде кішкене созылған ғой, ол енді өте қатты влиять етпейді. Аха. Цепте шамалы износ бар, кішкене чуть-чуть шамалы не алған. Сен енді қатырып са енді соны. Аха. Сол Т40 деген кілтпен шешіледі ғой сол. Аха. Қанша біраз болды ма сатып алғаныңа? Көп болған жоқ негізі. Бір айдың шамалас болып қалды. Енді ортасына саламды успокоящийді. Иә, успокоительді салса ортасындағысын. Енді сенше колимбалды кәдімгі сағат тілімен қатыратын жағына қарай бұрап көрші, қанша не болып тұрғанын көрейік. Наны ма? Жоқ, колимбал астында колимбалды 27-мен. 27-мен аха. Иә, бұрап көрші соны. Қаншаға барып тұр? Қазір 20-да тұр. Жоқ, былай қарай кәдімгі. Наоборот аха. 20-да тұр ғой, иә, точно, иә? Міне. Жылжымайды одан артта аха, міне 20-дан. Болды, иә, ол. Міне. Тура осы 25-ке келді. Болды, нормально, ол қатты кере берме енді. Қайтадан босатып қой, кішкене, чуть-чуть босатып қой. 20-ға қоя салайын ба? Иә, 20-ға қойып қой. Болды. Қойдым аха. Иә, болды. Енді сен былай қыл. Анау, неңді бар емес па? Стопорын алып таста. Стопорын деген қайыр ол? Стопор деген. 10-ыңды ше, 10-ыңды. Мынаны ма? Иә, 10-ды алып таста. Болды аха. Ердос шақырыңызшы, мына видеоны ұстап тұрсыншы. Что-то ыңғайсыз. Ұстап тұршы аха, ыңғайсыз болып. Сол 10-ды алып таста. Ол оңай қалына қоймайтын шығар. Ана 27-менше кілтпен бет қозғап жүр 24-пен. О жағым, иә, ала бер. Екеуін де алдың ба? Аха. Енді, ана натижителіңді бар емес па, натижителді? Аха. Қақта сол, көрсетші маған. Оны олайынан қатырмайды, ананы 2-ге бөлу керек. Алайын, мынаны? Иә. Ананы оқтап салу керек қой, оқтап ше. Артынан кигізейін, видеода, иә, көрсеткем ғой видеода. Аха. Оны салма енді, оны салма. Аха, мынаны сала салайын. Ана басынан шықты ма? Чуть-чуть. Чуть-чуть шығарайын, аха. Иә. Шықты. Болды, иә. Солайынан қатыр енді. Қатырдым. Енді ана пружинаны салда. Пружинаның ортасында пластмассы бар ма, көрші? Пластмасс ештеңке жоқ пружинаның. Ортасында пластмассы болу керек еді ананың ше. Қара пластмасс, Иә, қара пластмасс болу керек ортасында. Пластмассы. Домалақ қара пластмасс болу керек. Мынау емес па? Мынау емес па? Міне, жоқ, ол емес. Мынаушы.
мынау емес па мынау? Домалақ Қазір. кішкентай осындай бір қара пластмасс болады. Ана пружинаңды көрсетші маған, сол бар емес па? Егер анау корпусқа тисе, жан жағы желінбеген ба, ағармаған ба? Қазір келеді қазір. Пружинаның жан жағы желінбеген ба дейді, ағармаған ба дейді. Пружинаншы аккуратно қарашы, айналдырып, анау ағармаған ба, анандай корпусқа тимеген ба? Ондай шамал ағырған жерлері бар, бір кішкентай. Қажаған сияқты ше, бір анандай жылтырап. Шамал бар аха. Қатты емес. Содан дауыс шығып кетеді, кәдімгідей анау корпусқа тиіп, сақылдап ше, сол үшін ана несін салып жүру керек. Кеше бағана алғаныңда болды ма ішінде пластмассы? Болды аха, не бағана шашқан кезде, жаңа жуған кезде бар тұғын. Лау ғой? Табылды ма? Табылды аха. Иә, соны салып жібер пружинаңа. Енді ше, былай қыл. Аха. Ананы отверткамен итеріп жүрші ары қарай. Ішіне салып ше, ана поршынды ше. Поршынды аха. Бағана нәтижетілді. Сен камерамен маған не жақты көрсетіп тұршы? Цепті көрсетіп тұр, цепті. Наран көресіз, нараға түсірші. Осыран түсіріп тұр. Аха, иә. Итерейіне? Иә. Шықты несі? Болды, сол шығып тұр ғой, иә? Аха, шығып тұр, итеріп тұр, аха. Енді қайтадан дәл солайынан ше босатып ал. 27-мен қайтадан. Басайын ба астыға? Жоқ. Босатып ал дейді. Иә, босатып ал, мен көрейін қанша поршын. Жоқ, оны емес, ей. Аха. Жаңа, нені деймін, нәтижетілді шешіп ал қайтадан. Наны ма? Иә. Шешіп алайын, қолға? Иә, сол ал қолға. Мен ана көрейін қаншалықты шығып тұрғанын ше, поршынның қаншалықты шығып тұрғанын. Болды, аха. Жоқ, нормально. Сала салайын ба? Сал. Жоқ, ойтып салма, қайтадан зарядтап салу керек қой. Болды. Жоқ, енді коленвалды бұраш кішкене. Мынаны ма? Астыңғы? Астыңғы 27-ні. Қаяққа қарай бұрайын? Кәдімгі сағат тіліне бағыттас, қатыратын жағына қарай. Моторды кілтті қатыра. Маған распредті көрсетіп тұршы, жоғары жақты. Жоғары жақты көрсетіп. Сол кішкене жылжығанша не қысайды, чуть-чуть. Ошын 30-дан асты ма шамалы? Иә, дұрыс қой. Нені алып тастадық қой біз. Аха, бұрай берейін ба? Болды, жоқ, бұрама. Енді ананы поршынды итеріп тастап, поршынды жоқ, болды. Цеп керілді ғой, иә? Аха. Енді отверткамен итеріп жүр жаңағына. До конца итеріп тастап. Итердім, аха. Цеп керілді, иә? Керіліп тұр, аха, стап тұр несі. Енді не қыл? Жаңа пружинямен артындағы шестигранникпен қатырылатын бар емес па? Аха. Соны, енді бұны қатыру оңай емес енді, ше?
Анаған жақсылап кілт салып алу керек. О, була ма андай қылсам? Иә, сөйтіп, иә. Енді ананы мықтап итеріп тұрып қатыру керек енді соны ше. Оңай емес енді. Резбісін абайла, түзу апарып итеру керек. Қисық кетіп қалмасын. Действительно оңай емес. Бағып отырмын, не ғой? Суағып отырмын. Моторист болу оңай дейсің ба? Оңай емес екен. Сен былай қылшы, анау, мына трешоткаңа қосатын бар ма? Орта, средний қосатын бар ма? Бар, аха. Соны жалғап тұрып, шүйе етерейін ба? Жалғап тұрып. Сөйтіп, ана қолымен күштеп итеріп тұрып, ана жағын пружинаны біреу ұстап тұрса, қолмен. Иә, сөйтіп қолмен итеріп тұр да, түзу апарып бұра, енді ана резбісін кетіріп алма. Маған қысып ұстап тұр. Маған темірдің үстін. Үйтіп па? Аха. Тоқтайдық. Қысып ұстап тұрасың. Айналып кетпеу керек, мен бүйткен кезде. Айналып отырмын. Жоқ, былай астыға мен басқанда айнала берсін, жоғарыға көтергенде айналдырма. Астыға кете береді айналды. Кетшеңде моторист қылатын болдың ғой. Көбісі осыған қиналып, анандай бірге салып жібереді да осыны ше. Сосын цеп керіліп қалады. Сосын цепті үзетін сол. Мен анандай қылғым келіп тұршы мен. Әкеші істеп жіберейін дегім келіп тұршы. Былай тұршы етіп. Қисық болмайды, резус құқтас кез. Өдіңіз. Кетті аға. От бересіңіз. Көріп тұрмын ғой? Көріп тұрмын. Қатайды ма? Қатайып атыр, аға, әдемі кетті. Дағанса қаттырақ қатайтыпса енді. Ай, болады осы. Енді ше? Ау, кірді. Аха. Енді 27 мен моторды айналдыр. Ердес. Қайда еді? Маған ана распред жақты көрсетіп тұршы, распред жақты, жоғары жақты. Нара көрсетіп бара. Жоқ, оны емес, ана жоғары распред. Ана жерде ма? Иә, осы жерде. Давай. Істеңіз. Жақындады осы тұрғанда, өтіп кеттің ғой. Естейін. Айналдыра бер енді, қайтадан бір айналдырып бен. Тоқта деп айтсаңшы. Жиырмаға қойын ба? Жоқ, сен екінші положениеге келіп тұр, қайтадан бір айналдырып бер, тағы. Ендігісіне ғой, ендігісіне. Осы келатқанына. Жақындап қалды. Жай-жайсың. Жақындап қалды. Жиырмаға қой. 20-дан
25'ke кетіп қалды шамалы. Енді ана бағанағы не бар емес па? Шесте граник па? Жоқ, стопор ше, стопор. Мына жердегі анау. Қарапайымыз оны. Сол ровно кеп тұр ма? Жобасын қарасай сол. 20-ға келген кезде Ha, 10 volt салатын жерім бар. Ол емес, мына жағын көр, мына жағын. Ол сеу керек па, ішіне кіру керек па? Иә, кәдімгі, сол меткі ғой, сол меткісі. Кеп тұр ма жобасы? Жобасы аха кеп тұр. Чуть-чуть әшін. Ау? Чуть-чуть әшін. Өтіп кетті ма, қалай болып тұр? Жоқ. Алдыға, артқа кішкене айналдырда, соны салып бір көрш. Точно меткісін. Аха. Келді. Нешеде тұр енді осы тұрғанда? Осы тұрғанда 30-да тұр. Нормально болады. Бола ма? Цебің тозылған ғой сенің. Енді осымен бағана ана меткіні қойған кезде отта тұрды ғой осы, я? Я. Ол дұрыс емес қой. Но енді дұрыс болды. Енді алдын бәрін жинастыр да. Аха. Бір от алдыр. От алдырғаннан кейін бір звондап жібер сосын. Болды, аха, звондаймын. Давай. Жақсы. Не қылдың? Крышкасын жауып, бәрін свечной нелерін бәрін орнына кіргізіп, жауып тастадым моторын. От алдырып көрдің ба? Жоқ, от алдырып көрген жоқпын, енді көрем. Көрсе енді бісміллә деп. Бісміллә. Басында да өсіп тұратын беді? Ау? Басында да осылайынан болып тұратын беді өсіп? Жоқ, басында онда емес. 15 мың жарымға дейін шамалы барады, сөйтіп түсетін мыңға. Жоқ, нені айтам? Жаңағы алдында зажигание қойылмай тұрған кезде де өсіп тұратын беді? Аха, зажигание тура осылай тұғын. О кезде үшін 4 мыңға дейін кетіп қалатын, деп айқайлады. Короче, былай қылшы сен, замокты аш. Замокты ашам, аха. Аккумуляторге бар енді. От алдыр Ердос. Қанша болып тұр? 15. 15 қоян отыр ма? Дұрыс па? Ендіше осы кезде ана дросельдің аузын жауып тасташы, өшіп қалу керек машина. Өшпейді, я?
Өшпей тұр ма? Өшпей тұр, бірақ оборот шамал көтеріліп кетті. Онда ауа сорып тұр бір жерден точно. Солына коллектордан болуы мүмкін, бұрадан, басқа вариант жоқ, бұдан басқа. Енді сен былай қыл. Анау, мына шлангы бар, мына шлангы, жаңа үстіндегі анау. Үстінде тұрған сол шлангыны алып таста. Осыны да қолмен жауып таста да, ананы да екеуін де қолмен жауып тастап көрші. Оталдыр. Өшкен жоқ. Онда бір жерден ауа сорып тұр, точно. Мотордың ішінен, мысалға, клапандардан сору мүмкін ма? Клапанның сальник салдық қой, мысалға. Жоқ, ояқтан болмайды. Оған қатысы жоқ, ешқандай. Жоқ, ол не жақтан болып тұр? Именно осы коллектор. Воздушный коллектор жақтан болып тұр. Форсункалардың резинасын көрдім, нормальный екен бәрінкі. Желінбеген ешқандай да. И жаңа прокладкадан ба, сол өзім прокладкадан ба деп ойлап отыр. Маған дос баласы деген кезде көрген жоқ тұғымша, қалай саған прокладканы. Мүмкін теріс сап тастады ма, наоборот тұқыпша? Мүмкін со жақтардан ауа сорып тұр негізі. Мүмкін өзінің прокладкасы емес шығар, мүмкін. Мен алдырғам оны. Басқа объемдікін екі просойдікін беріп жерді ма мүмкін. Осы жақтан көресін енді оны ше бәрін. Осы жақтан болып тұр негіз, коллекторды жақтан. Бір адам мен бетейін да коллекторды шешейін, қазір обед ішіп алайық. Шешіп болып, сізге звондайын да шешіп болғаннан кейін. Көрсеш. Коллекторды. Сізге звондайым, жақсы мақұл. Астынан ше, коллекторден, астынан бүйтіп, екі шланга келмей ма, бүйтіп келеді ғой, шланга. Екі шланга келеді да, бір жерге бір қосылады да. Соған қандай шланга салдың? Шлангысы қандай? Шланг, мұна өзіндегі шланғы тұр ғой сол. Соны сала салдық. Содан болып тұр онда мұнау ше? Шлангыдан ба? Өзінің шлангысы осылайынан болып шықты ма шлангысы? Тура осы шланг шықты өзінен. Біз шланг саған жоқпыз. Осы шлангысы киілмей тұр ма, бір нәрсе болып тұр онда? Қазір көрекші. Ердос бергел, камера алып тұршы ма? Сол шлангы киілмей тұр. Қазір итеріп көрейші мен, қалай тұрғанын көрейші. Ана қиылып кетсе де жарылып ше? Сондай болады. Шланг бос тұр ғой, ё-майо. Ұрайын ба? Бір нәрсе бар ма? Ұратын бір нәрсе бар ма? Ұрып жүрейін. Тұршы неқті. Аңғыра. Көрмейді ма? Қиылып кеткен екен. Ау? Қиылып кетіпті. Қиылып кетіпті? Ой, молодец. Таптың ба ауруын? Табылды ғой, ё-майо. Осын жалғап, орын аккуратына салам да? Орына салып, бәрін қатырып, сөйтіп, машина оталдырып, бағана дросселіңді қайтадан регулировкасын орына қой. Тура өзіңкіндей қоя салайын, сөйтіп оталдыратын кезде звондайын да сізге. Қалай тұрды солайынан не қысайш? Мынау фишкіңді, разъеміңді бәрін орын-орнына салып, бәрін жинастыр қайтадан. Мына хамутпен қысылмай ма, қысыла ма? Қысылмайды оған, кәдімгідей, дәл сондай шланғы тауып алып, тығып жүрсейш. Болды. Я болмаса былай қыл. Ана, екеуін арасын бір-біріне осылайынан тығып жер.
Жан көрсетші. Қалай дейсіз? Екеуін бармаса, екеуін бір-біріне былайынан тығып жібер болмаса. Мына жақтан жалғамай ақ басына? Иә, екеуін бір-біріне тығып жіберіп, солайынан. Қараңызшы, мына жақтан мынандай болып тұр ғой, мына біреу ортада бір шланги келіп тұр, мына біреуге. Тура былайынан жалған тұр. Мына жер бар емес, анау жерің мынау қиылған ғой, мынау көрдің ба? Сынқаған ғой мынау ше. Аха. Иә, осыны бар емес па? Бір-біріне жалғап жіберсең де болады. Или жаңағыдай орнына дәл сондай шланғы тауып не істеп жүрсейші соны ше. Тура осындай ақ па? Иә, осы қалай тұр солайынан істеп қоя бер. Болды, аха. Қазір хамут шлангы бар үйде, жақсы шлангы. Иә, сол шлангыден жалғада от алдыр, маған хабарласасың. Болды, жақсы, братан, аха. Моторды жинап қойдым, братан. Мынау нелерін, шлангілерін салдым, бәрін, патрубкаларын бәрін кигіздім. Әдемі чотка қысылып отырды. Енді от алдырайын деп жатсың ба? Енді от алдырайын деп отырмын, әлі көрген жоқпын от алдырып. Давай. Ал, көрейік, бисмилlah. Бисмилlah деп көрді. Отлично, братан. Қалай, жақсы болды ма? Әдемі істеп тұр, жақсы. Бәрекелді. Бәрекелді. Алла разы болсын, братан. Керемет болды ма? Амин. Оборотың түсті ма? Әлде де түсетін шығар қызғаннан кейін. Аха, қызған жоқ па әлі? Иә. Түсіп жатыр, жайлап жай. Иә. Қалай, видеомен машина ремонттауға болады ма екен? Болады екен ғой. Негізі сіздің біраз видеоларыңыз көріп, ойым кетіп қалды ғой бірден. Осы Нұрекеңе хабарлап көрейші осы. Мен де бір от алдырып, Нұрекең көмегімен от алдырып қалам ба деп. Аллаға шүкір, пайдасы тиді, көмегіңіз үлкен тиді. Иә. Осындай сіз сияқты ағаларымыз көп болсын, білмегендерге үйретіп, білімін бөлісіп. Әумин, рахмет. Өзің түріңді көрсетіп бір-екі ауыз айтып жүрмедің ба? Түріңді мен май ол үшін түр көрсететіндей болып тұрған жоқ, братан, айып етпейсіз. Сақал мұрт өсіп кеткен үшін. Тамаша болып тұр міне. Оборот бір қалыпты вообще. Керемет. Енді жүрісі де өзгеру керек. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Нұреке, кеше машинаны жөндеп, сонымен бүгін айдап, тексеріп көрдім. Машина деген енді бұрынғысына қарағанда керемет, енді тартысы жақсы өзгерген. Алдында бір жүрген кезде тартпайтын еді, трайт етіп жүрген кезде. Қазір деген орнынан әшін қазып тұрып жүріп жатыр ғой енді. Сол сізге алғысымды айтайын деп, зажиганиясын кеше деген қойып, қате зажиганияны түзулеп, дұрысынан қойып, одан кейін ауа сорып, коллектордың астындағы шлангілері дұрыс келмей қалған, сондай прокладкілердің дұрыстап отырғызып, жауып, әйтеуір оборотын түсіріп, қалпына келтірдік. Енді былай айтқанда біраз мамандармен сөйлесіп, видео звонокпен де сөйлесіп, ол кісілер енді таппады ол ақауын. Сіз әйтеуір бірден ақауын тауып, жарты сағат, бір сағаттың көлемінде өзіме ақыл кеңесіңізді айтып отырып, өзіме жөндеткіздіңіз, өзімді үйреніп алдым. Біздің қазақ еліне сіздей мамандар қажет негізі.
көп қажет сіздей мамандар. Көбейе берсін сіз сияқты жақсы мамандар. Алла разы болсын сізге. Мылтықбай үлкен азамат болып өсе берсін. Жақсы маман болсын Мылтықбайда. Қазақ елінің бетке ұстар. Сол сізге жеке өзім ризашылығымды білдіріп айтып атқаным ғой. Көп рахмет. Аман болыңыз.